Ассалаумағалейкум қазақ елі, амансыздар ма, қалдарыңыз қалай? Біз Меккедеміз, осы Арафат жазығына келдік, артында менде тұрған Рахма тауы, Сафарлай компаниясымен келдік осы жерге. Алланың қалауымен, Алла разы болсын. Енді мына Рахма тауы, Арафат жазығы туралы айтып кетейін. Жалпы көбісі шатасады, Арафат тауы дейді, жоқ, Арафат жазығы. Рахма деген тау, міне мынау. Бұл жерде неге Рахма? Адам алейхиссалам және Хауана жерге түскеннен кейін жаннаттан екеуі адасып жүреді. Кейін біраз уақыт өткеннен кейін екеуі дұға жасап, екеуі кездеседі. Кездескен кезде осы Рахма тауында кездеседі. Рахымы жауған, кешірілген Адам алейхиссалам және Хауана кешіріліп, тәубе етіп, осы жерде Алланың рахымы түскен жер болғаны Рахма тауы. Ал Арафат деген сөз танысу дегенді білдіреді, жалпы мағынасы. Біз осы жерге келіп отырмыз, қажылардың барлығы келеді. Осы жай бейуақ кезде умраға келсеңіз, басқа уақытта келсеңіз, бұл жер құлшылық жасайтын жер емес. Бұл жер тек қана үлкен қажылықта келген кезде құлшылық жасайтын жерлердің бірі. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Арафат ол қажылық дейді. Немесе қажылық ол Арафат. Арафатсыз қажылық қабыл емес. Кімде-кім Арафатта дұға тілейтін болса, ол дұға бір хадисте келеді. Дұға тілейтін болса, және оған адам дейді күмәнданса, вдруг дұғам қабыл болмайды деп ойланып қалса дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, ол діннен шығады дейді. Міндетті түрде ол дұға қабыл. Түсініңіздер ғой, Арафат сондай жер. Бірақ ол үлкен қажылықта. Біз сол жерге келіп тұрмыз, альхамдулилля. Ағайын, сіздер араб еліне келген кезде мынандай нәрсені көресіздер ғой. Арафатқа дейме, немесе орамал бар ғой, орамалдың үстіне осыны киет былай арабтар. Енді көбісі біле бермейді, бұл орамал түсіп қалмау үшін киет деп ойлайды. Шын мәнінде олай емес. Бұл негізі ежелгі арабтардың басына киетін бір үрдісі болғанымен, арабтар білесіздер түйемен жүретін болған. Содан осылай түйенің үстіне келе жатып, түйеден түскеннен кейін бұл не үшін? Қараңыздар. Не үшін керек? Түйені тұсаулау үшін. Шешет бастарынан түйені тұсаулап қояды. Кейін келгеннен кейін түйенің аяғынан алады да, енді қайда қояды олар? Сөйтіп алады да бастарына орамал түсіп бүйтіп қойып қояды. Осылай жүретін болған. Негізі мақсат түйені тұсаулау. Ағайын, біз қазір Арафат жазығындамыз әлі. Менің артымда Намира мешіті. Бұл Намира мешіті жалпы қандай мешіт, сол туралы бір кішігірім ақпарат айтайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі бір-ақ рет үлкен қажылық жасаған, соңғы қажылығы да болды. Осы Арафатқа келген кезде дұға жасауға ең бірінші түске қарай келіп, Намира мешітіне тоқтайды. Намира мешіті ол кезде жай ғана, кішкентай ғана бір жер ғой, ол жерде мешіт жоқ. Ол жерге келіп намаз оқиды. Қандай намаз? Бесін намазы мен екінті намазын қосып оқиды. Бесін намазын 2 ракат, екінті намазын 2 ракат, екеуін қосып оқиды, сапарда болғаннан кейін. Сөйтіп, осы жерде 2 намазды қосады да, Арафатта осы жерде түскі намаздан, 5 намаздан, ақшам намазына дейін тұрып дұға етеді. Біз жоғарыда айтып кеттік қой, дұға бұл жерде міндетті түрде қабыл. Ол безоговорочно 100-150% Алла тағаланың алдында қабыл. Ғалымдар айтады, 3 мәселе бар дейді. Алла тағала Арафатта тілеген дұғаларды қабыл ету үшін 3 мәселе бар дейді. Сразу қабыл болады, немесе уақыт өте келе, немесе кейін Алла тағала қияметке қалдырады дейді. Ғалымдар айтады, осыны түсіндіреді. Енді қияметке ол дұғалар қалған кезде адамдардың өкініші болады дейді. Қандай? Қабыл болмаған дұғалардың себебінен Алла тағала еселеп көп ризық берекелерді береді да адамға. Сол кезде адам өкінеді екен. Я Раббым, осы дүниеде тілеген дұғаларымның барлығы қабыл болмаса екен, осы жерде маған еселеп, маған берсең болар еді деп адам өкінеді екен. Сол себепті кейде біздің дұғаларымыз қабыл болмай қалса, ұмытпаңыздар, Алла тағала қабыл болмаған дұғаларды ертең соның есесіне еселеп сіздерге сауаппен, берекемен, ризықпен, жәннатта сіздерді сыйлай, былай айтқанда сыйлықтармен қамтамасыз етеді. Намира осы. Осы Арафатқа келсеңіздер, Намираға келіп, суретке түссеңіздер болады. Сіздерге кішігірім ақпарат болу үшін айтып отырмын. Тағы бір ақпарат. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы соңғы қажылығында Арафатта, осы Намирадан бастап уағыз айтып келді ғой. Өз ғалымдар, көптеген сахабаларды айтады. Ең ұзақ, ең көп уағыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы Арафатта айтқан. Осы Арафатта айтып, мен дінді тәмамдадым деді. Осы жерде аяттарды келтіреді.
және де сахабаларға айтады, мен дінді тамамдадым, сендерге дін жетті ме деген кезде, иә жетті. Я Раббым, қара, оларды куәлік етемін, мен сенің дініңді оларға толық жеткіздім дейді. Одан кейін осы жерде ұзын, үлкен хадис қой, соның ішінде мынандай бір үзінді бар, оны барлықтарыңыз білесіздер, қазір естеріңізге түседі. Оны пайғамбар салсам осы Арафатта айтқан еді сахабаларға. 10 000 сахабаға пайғамбар уағыз айтып, соның ішінде былай дейді: ей асхабтарым дейді, достарым дейді, сендердің ішінде ең жақсыларың әйелдеріңе жақсы қарағандарың дейді. Ал әйелдеріңе ең жақсы қарайтын ол мен дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сол себепті барлық еркектерге құлақ қағыс, әйелдеріміз ол бізге берілген аманат. Оларға жақсы қараңыздар. Әуелде ол Алланың бізге берген парызы, екіншіден ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бізге айтып кеткен соңғы қажылығындағы өсиеті. Бірақ та сендерді есірмеңдер, натуре. Пайғамбар айтты екен деп, оны пайдаланып, манипуляциямен айналыспаңдар, қатындар конкретно.